Үстіртте алдын ұшаспаған хайуан түрлерінің суретлері жарияланды. Үстірт тегіслігіндегі Сайгачи комплекслі ландшафт қорғанысы аймақтарына орнатылған дұзақ камераларға елімізде бұрын еш жерде тізімге алынбаған қызыл кітапқа кіргізілген хайуандар һәм құстар түсіп қалған деп хабар берді ОСА хабаршысы Есімхан Қанатов. Орайлық Азия шөл басылмасы жойбарының эксперті Наталья Мармазинская өзінің Facebook тармағындағы жарияланған мағлұматларында осы жойбар һәм Өзбекстан Республикасы экология һәм қоршаған орталықты қорғау комитетімен біргелікте өткерілген дала зерттеу жұмыстарында елімізде сирек ұшырасатын хайуанат түрлерінің үстіртте пайда болғанлығының гуасы болған. Атап айтқанда, Апайы Лазировка құсын үстіртте суретке түсіруге еріскен. Жойбар шеңберінде 2019 жылдың апрель айында Сайгачи комплекслі ландшафт қорғанысы һәм Қоңырат мемлекеттік тоғай һәм аңшылық қожалығы аймағында дала зерттеу жұмыстары өткерілген һәм нәтижеде биологиялық көптүрлілік дәрежесі жоғары болған аймақтар анықталған. Экосистемалар һәм түрлердің қазіргі жағдайы хақында мағлұматлар алынған. 2019 жыл ноябрь айының басында үстірттегі Дуана, Жиделі, Алмамбет, Шұрық, Белеулі аймақтарына 10 камера орнатылған. Нәтижеде бір қатар құслар һәм қызыл кітапқа кіргізілген хайуанлардың үстірт далаларында бар екенлігі анықталған.